Қымбатты тыңдарман, Санжар Керімбай мен Әділбек Нәбидің «Қуыс кеуде» кітабының аудио нұсқасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Ғылым академиясы. Адамның болмысы өле-өлгенше бұл дүниеден тыныштық таппайтын ең түсініксіз тіршілік иесі саналады. Ғалымдар мұны оның тәңірлік қырымен түсіндіреді. Яғни адам болмысының диапазоны шамадан тыс кең. Болмыстың бір ұшы сайтани әлемге барып сіңеді. Енді бір бастауы ғайыптағы тәңірлік әлемге жалғанып жатыр. Пенденің пәни дүниеде тыныштық таппай аласұрып өмір сүруі дін ғылымы мәжибул вужуд, яғни міндетті болмыс деп аталатын абсолюттік болмысты іздеумен тікелей байланысты. Өмірдің де жалпы адамзатқа ортақ объективті мәні осы міндетті болмыстың дәргейінен шығып жатыр. Дүниеге қамалған адам ғаламдағы сансыз жаратылысқа қарап мәңгілік болмыстың жарығын табуға тырысады. Біз мұны рухани ізденіс, өмірдің мәні, баянды бақыт, өлімсіз өмір деген сияқты ұғымдармен айшықтаймыз. Бірақ бұл ізденіс әмәнда баянды бақыт сыйлай бермейді. Жарты жолда адасып, сайтан қазған орға, ібіліс құрған торға түсетін болсаң, бәрі күйді деген сөз. Осы ізденіс жолы баянды болу үшін Алла тағала ғылым деген нығметті бізге нәсіп еткен. Ғылымның өзі өмірдің мәні бола алмайды. Ол өмірдің мәнін іздеу жолында біздің сенімді серігіміз. Егер өмірдің мәні деген түсінікті алып тастайтын болсақ, онда ғылымға табынатын тағы бір проблема шығады. Оны цзентизм деп атайды. Еуропаның ең ірі қателігі осы нүктеде кеткен. 19 ғасырда өмірдің мәні деген тақырып әжуаға айналып, жұрт жаппай ғылымға және ғалымдарға табына бастады. Оның соңы екі дүркін дүниежүзілік соғыспен аяқталды. Ғылым бізге не үшін керек? Жолға түскен жолаушы неге адаспай тұрмайды? Ол өзінің қия басқанын қалай біледі? Оны ғылымның фактісімен ғана анықтайды. Адамға тән мынадай әлсіздік бар. Ізденіс жолында өзіне ұнайтын идея немесе теорияны айнымайтын ақиқат деп сенетін қауіпті психология бар. Бұл психология үстемдік еткенде ізденуші өзінің өтірігіне өзі сеніп қалатын дертке ұшырайды. Сүйікті идеясын не теориясын терістейтін қарсылық көрсе, оны жұлып жеуге дайын тұрады. Кейде осындай психологияның кесірінен соғыс өрті тұтанып кетеді. Адамзаттың осындай бейшаралығына академиялық ғылым әмәнда тосқауыл қойып тұруға міндетті. Яғни ғылыми дамыған қоғамда өз өтірігіне өзі сеніп жүре беретін әңгүдіктер қаптайды. Академиялық дәлдіктің мысалын мынадай классикалық оқиғамен түсіндіреді. Ежелден ақ адамдар қоршаған табиғатты түсінуге тырысты. Бірақ нақты ғылым болмағанның кесірінен ақылға сыйымсыз әпсаналармен өздерін жұбатып жүре беретін. Мысалы, жер жалпақ па, дөңгелек пе, әлде шар ма? Жалпақ болса шетіне дейін барсаң құлап кетесің деген надандықтан шыға алмаған. Жердің табиғатына қатысты неше түрлі қисық пайымдар толып жатыр. Жер шар сияқты дөңгелек. Керек болса, оның диаметрін өлшеп бере аламын деген бір ғалым шыққанға дейін қисық көзқарастар тарала береді. Бұл ғалымның аты Эратосфен. Ол Александриядағы кітапханада отырып, Ніл өзенінің жанындағы бір ауылда 21 маусым күні түс мезгілінде тік тұрған таяқтан көлеңке түспейді деген бір деректі оқып қалады. Осыдан бастап, ол күннің түсуі мен көлеңкенің созылуын бақылауға алып, жердің диаметрін өлшеуге кіріседі. Тіпті ол Александрия мен Сиена қалашығының ара қашықтығын өлшеп беретін арнайы адам жалдайды. Осы өлшемге қарап, ол жер диаметрі 40 000 шақырым деп болмашы пайызға қателеседі. Демек, әр істе өлшеу әдісін дұрыс қоятын болсаң, бәріне ортақ объективті фактіні тауып алуға болады. Академиялық ғылым осындай дәлдікпен жұмыс істеп тұрған кезде халықтың жаппай надандыққа ұрынуына жол бермейді. Ғылым дамыған жаңа дәуірдің ықпалы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қазақ даласына да келіп жетеді.
Енді академиялық институттарды көбейтпесе, қазақ халқының да қараңғылықта қалып кету қаупі барын көз ашық алаш арыстары бірден ұққан. Қазақтың тұңғыш ағарту министрі Ахмет Байтұрсынұлы 1921 жылдың 31 қаңтарында Орынборда өткен мәжілісте академиялық ғылымның барлық саласына бір қазақ ғалымын бекітті. Олар жаппай қазақ тілінде оқулық жазуды міндетіне алды. Әлихан Бөкейханұлы астрономия мен география, Халел Досмұхамедұлы анатомия мен зоология, Мағжан Жұмабаев педагогика мен көркем сөз теориясы, Міржақып Дулатов есеп, Әлімхан Ермеков математика, Мәннан Тұрғанбаев арифметика, Қаныш Сәтбаев алгебра, Биахмет Сарсенов геометрия, Жүсіпбек Аймауытов психология, Қошке Кемеңгерұлы жаратылыстану, Файзолла Ғалымжанов физика, Жұмағали Тілеулин мектеп гигиенасы, Сәкен Сейфуллин мен Мұхтар Әуезов әдебиет хрестоматиясы, Қайретдин Болғанбайұлы мен Мұхамеджан Тынышбаев тарих оқулықтарын жазды. Телжан Шонанұлы Богдановтың «Курс политэкономии» деген кітабын аударып, қазақша экономика ғылымының негізін қалау керек болды. Ал қазақ тілінің ережелері жайлы кітап жазуды Ахмет Байтұрсынұлы өз міндетіне алды. Репрессиядан кейін бұл қайырлы іс кілт үзілді. Бірақ қазақтың бағына орай 100 адамның жұмысын жалғыз атқара алатын бір ғалым атылмай аман қалады. Ол Қаныш Сәтбаев. Ол қанша жерден қуғын көрсе де қазақ халқын надандыққа жібермеймін деген амбициясынан бас тартпаған. Екінші дүниежүзілік соғыстың кезіндегі эвакуацияны қазақ халқының пайдасына шешеді. Яғни Мәскеу мен Петербордан Алматыға аударылған ғалымдардың бәрін тиімді пайдаланады. Олардың әлеуметтік мәселесін шешіп беріп, қазақ жастарын ғылымға бейімдеп оқытып алады. Сосын таныстығы мен беделін пайдаланып, 1946 жылы Алматыда Қазақ ғылым академиясын ашты. Өзі академияның президенті болып тағайындалды. Әдебиет институтына Мұхтар Әуезовті, тарих институтына Ермұхамед Бекмахановты, энергетика саласына Шапық Шөкинді, музыка саласына Ахмет Жұбановты, археология институтына Әлкей Марғұланды отырғызды. Осындай алыптар шоғыры қазақ халқын СССР кезінде ең сауатты халықтардың қатарына қосты. СССР кезі болғасын бұл академияның да өзіне тиесілі сан түрлі проблемалары болған. Бірақ бір нәрсе анық. Ол кезде ғылымға терең бойлайтын еңбекқор ғалым болмасаң, академияның маңайынан да жүре алмайсың. Осы академия 1996 жылға дейін, яғни Назарбаев режимі күш алғанша шамасына қарай ғылым өндіріп тұрды. Академияның толық құлдырауы 2001 жылы аяқталды. Жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тілімен айтсақ, Қазақстан ғалымдары соғыстың ауыр жылдарында дайындап, қиын кезеңде құрған осы академия 50 жыл бойы мызғымай өмір сүрді. Қазақстан ғылымын дүниежүзілік деңгейге жеткізді. Ол тек ғылымды қажет етпей, ақша есептеуді басты мұрат еткен тәуелсіз Қазақстан өкіметінің тұсында ғана өмір сүруін тоқтатты. Ғылымның құлдырауы. Бір заманда ұлтшыл ғұламалардың ерен еңбегімен құрылған ғылым академиясы кекшіл автократ басшының кесірінен жай ғана адами фактормен жабылып қалды. Осы оқиғаға орай жазылған ақпараттарды сараптайтын болсаңыз, әңгіменің нобайы мынаған келіп тіреледі. Автократиялық билікке көз ашық ғалым да, тәуелсіз діни қайраткер де, амбициясы күшті бизнесмен де, теңдікті талап ететін көз ашық халық та, білімді жастар да керек емес. Авторитарлы режимнің бірақ мақсаты бар. Халықты тобырға айландырып, армансыз қанап, билігін шексіз соза беру. 1996 жылы біздегі ғылым академиясы тым тәуелсіз болатын. Салық Зиманов сияқты ойын бүкпесіз айталатын қаһарман ғалымдар бар еді. Бұл Назарбаевтың қитығына тиді. Себебі кейбір мәселеде академияның жиналысына қатысып, солармен санасуға мәжбүр болды. Бірде академияның жаңа президентін сайлайтын кезде Назарбаев режимі өзіне қолайлы бір ғалымды басшы етіп тағайындағысы да келген. Академияның кезекті жиналысына өзінің үміткер адамын апарғанда, академиктер оның кандидатын менсінбей, президенттің көзінше өздеріне лайықты бір тұлғаны бекітеді.
Бұл жиналыс жайлы академик Хангелді Абжанов Азаттық радиосына берген сұхбатында бүйдейді. 1996 жылы президент Назарбаев академияның кезекті сайлауына қатысты. Ол академияның басшысы қызметіне Өмірбек Жолдасбековті ұсынды. Ал ғалымдар бұл орынға Кенжеғали Сағадиевтің кандидатурасын қолдады. Үміткері сыннан өтпеген соң Назарбаев ғалымдарға кінә тағып, сендер академияның жарғысын бұзып, Сағадиевті өткіздіңдер. Ол академик емес, жай ғана корреспондент мүшесі деді. Сол кезде Салық Зиманов, оған қам жеме, ұзамай Сағадиевті де академик етіп сайлаймыз деп жауап берді. Ғылым академиясының айтқанға көніп, айдауға жүрмейтін тік мінезі Назарбаевқа ауыр тиді. Артынша академияға қаһарын төгіп, таратып жіберді. Осы шағын диалогқа қарап, Зиманов пен Назарбаевтың арасында текетірес басталғанын байқайсыз. Заңгер ғалымның тісеніп отырған себебі, Назарбаев содан бір жыл бұрын конституцияны өзгертіп, шексіз билікке қол жеткізетін тиімді баптарды ата заңға енгізген еді. Кекшіл президент осы қылығы үшін заңгер ғалымды оңдырмай жазалады. Академияның жабылуы неге әкеліп соқты? Қазақстандағы білім мен ғылым саласы күрт құлдырап кетті. Ғылым академиясының деңгейі қарапайым қоғамдық бірлестік ретінде ғана құрылды. Яғни қатардағы қоғамдық бірлестіктерден еш айырмасы болмады. Ойды нақтылау үшін мынадай мысал берейік. Бұрын қалай еді? Бұрын ғылым академиясын құру үшін ең кемі 3-4 академик болуы шарт еді. 1940 жылдары Қазақстанда Қаныш Сәтбаевта ғана академик деген атақ болды. Ол ұлттық академияны құру үшін тағы да 2 академик іздейді. Іздегенге сұраған деген сол кезде екінші дүниежүзілік соғыс басталып, Мәскеу мен Петербордағы ғалымдар Алматыға уақытша эвакуацияланған еді. Қаныш солардың арасынан Кассим мен Русаков деген 2 академикті Қазақстанда қалуға әрең көндіреді. Олардың бала-шағасында Алматыға алдырады. Басшылықтың есігін жағалап жүріп, 2 академикке уақытша баспана береді. Осылайша, Қазақстанда өзімен қосқанда 3 академик пайда болады. Яғни ғылым академиясын құруға шарттары толық жетіп тұр. 1945 жылы Қаныш Мәскеуде бір айдай жүріп, орталық комитет пен СССР ғылым академиясының мөрі басылған таңбалы қағазды алып қайтты. Сөйтіп, 1946 жылы өзі армандаған академияны ашты. Қазір қалай? Қазір қарапайым үш адамның төлқұжатын ұсынып ақ бірлестік аша беруге болады. Тіпті бірлестіктің атын академияның академиясы, нағыз академия, шынайы академия деп жазсаңыз да ешкім қой демейді. Өз еркіңіз. Сол себеп болды ма, артынша қоғамдық бірлестік негізінде құрылған 29 академия пайда болды. Оның 10-ға жуығы өзіне ұлттық деген атауды жалғап алған. Бұлардың көбінің негізгі мақсаты коммерция. Сондықтан болар, белгіленген қаржыны төлесеңіз, әп-сәтте сол бірлестіктің академигі болып шыға келесіз. Яғни қолыңызға академик деген құжатты ұстата салады. Бірақ бірден айтайық, бұл құжаттардың ешбір халықаралық ғылыми ортада мойындалмайды. Әрі кетсе тойда мақтануға, құда күтуге арналған жиындарда мәртебелі болып отыруға ғана жарайды. Тіпті десеңіз, Қаныш Имантайұлы құрған бұрынғы ғылым академиясының қазіргі академиктері де шетелдік ғылым ортасында мойындалмайды. Себебі статусы жоғарыда айтылғандай бірлестік. Мүмкін содан болар, бұл ғылым академиясында да академиктер саны соңғы 20 жылда күрт өсті. Қазір бұл академияда 163 академик, 75 корреспондент мүшесі бар екен. Яғни үміткер академиктердің саны 75. Енді статистиканы Өзбекстанның ғылым академиясымен салыстырайық. Мұнда 65 академик бар. Ғылым академиясы әлі күнге дейін өз беделін сақтаған. Біздегідей саясаттың құрбаны болып тарап кетпеген. Мұндағы академиктер тізіміне үңілсеңіз, 65 академикте ғылым жолында жан беріп, жан алысқан, көз майын тауысқан кәнігі ғалымдар. Тізімде бірде-бір саясаткер немесе шенеунік жоқ. Ал Қаныш Имантайұлының өлермендікпен құрған академиясына 2003 жылдан бастап шенеуніктер академик бола бастады. Министрлер, әкімдердің бала-шағасы, тіпті президент Назарбаевтың өзі қыздарымен бірге осы академияға мүше болып алды.
Академиктер қамыстай қаулаған соң, Назарбаев көп академиктің бірі болып қалды. Жағымпаздықтың жалауы желбіреп тұрған заманда автократ басшыны көппен теңестіру қылмысқа пара-пар еді. Сондықтан жағымпаздар армиясы президентке әлемде жоқ жаңа атақ алып берудің жолын іздеді. Бұл міндетті академияның қазіргі президенті Мұрат Жұрынов абыроймен алып шықты. 2011 жылдың 1 желтоқсаны күні Нұрсұлтан Назарбаевқа ғасыр ғұламасы деген атақты салтанатты түрде табыс етті. Мұндай атақ Аристотель мен Әл-Фарабиде болмаған. Тіпті 80 миллион халқы бар Түркияның өзінде бар жоғы 100 академик бар. Академик сияқты салмағы ауыр атақты көп адамның алуы жақсылықтың нышаны емес. Керісінше олар табиғи жолмен сұрыпталып шыққан, аз санды болған сайын ғылымның өркендеуіне жол ашыла береді. Жалған академиктер қоғамды қараңғылыққа батырады. Қарапайым ғана екі мысал береміз. Біріншісі терминология саласы. Орыс тілде орнығып қалған іс қағаздарына байланысты терминдердің қазақша баламасы қалай болады? Аударылған терминдердің соңғы нүктесін кім қояды? Ең жоғарғы инстанция кім? Ғылым академиясы үкіметке тәуелді болмайтын елдерде бұл проблеманы академиктер шешеді. Бізде мұндай мәселеге бір кездері Назарбаевтың өзі де араласа беретін. Мысалы, балама аудармасы 30 жыл бұрын шыққан музей, композитор, архив, фортепиано сөздерін қайтарыңдар деп күңкілдеп отыратын. Әйтпесе бұл сөздердің баламасы 1970-80 жылдары мұражай, сазгер, мұрағат, күйсандық деп аударылып қойған еді. Әлемдегі тілдің бәрі ортақ заңдылықпен дамиды. Олар көршіден де сөз алады. Жаңадан сөздер де жасап отырады. Жаңа туған сөздер синоним ретінде қатар қолданыла береді. Балама сөздер көбейген сайын тілдің қарымы да күшті болады. Қазіргі қазаққа математика пәніндегі қазақша терминдер озалдан бар сияқты көрінеді. Шындығында алгебра оқулығында алу, қосу, бөлу, көбейту, тең, теңдеу, түбір асты, дәрежесі, мәселе есеп деген сияқты тағысын тағы толып жатқан терминдерді Қаныш Сәтпаев 22 жасында студент кезінде ауылында жатып жазып тастаған. Дәл сол сияқты қазіргі қазақ ана тіліндегі филология терминдерінің бәрін әлімсақтан бар сияқты қабылдайды. Шындығында соның бәрін бір ғана ғалым осыдан 100 жыл бұрын қуғын сүргінде жүріп ақ шығарып тастаған. Мысалы, жалаң сөз, жайылма сөз, түбір сөз, жалғау, етістік, есімдік, септік, одағай, шылау, қалаурай, бұйрығырай, сөз шырайы, осы шақ, келер шақ, өткен шақ, үндестік заңы сияқты терминдерді Ахмет Байтұрсынұлының өзі ақ құрап шықты. Екіншісі кирилл алфавитінен латын әрпіне көшу мәселесі. Бұл сауал 1992 жыл ортаға тасталған. Содан бері 30 жыл талқыланып жатыр. Назарбаев кезінде дүркін конкурс жарияланып, латын әліпбиінің бірнеше нұсқасы көпшілікке ұсынылған. Тіпті латынның ең соңғы нұсқасы деп ғалымдар пәтуа берген соң, Назарбаевтың өзі бір емес екі нұсқасына қол қойған. Назарбаев дәуірінде ғылыми атақ алу өмірдің мәніне айналды. Яғни академик пен доктор атанбаған шенеунік өзін кембағал бишара сезінетін болды. Университеттегі ұстаздар шамасы келсін келмесін PhD дипломын алуға ұмтылды. Тереңге бармай-ақ 50 жыл әрідегі тарихқа үңілсеңіз, академик пен доктор атану табиғи түрде болатын процесс. Оны логотерапия ғылымында ырықсыз эффект деп атайды. Оның мәні мынау. Адам бұл дүниенің шегіне симайтын ғайыптан магнит сияқты өзіне тартып тұратын объективті бір мәнге автоматты түрде тартылып тұрады. Осы тартылысын қосымша күшейтіп, мәнмен қауышу үшін өнер мен ғылымның жеті атасын меңгереді. Мәннің сәулесімен ұшырасқанда, оның түсіне де кірмеген ғылыми атақтың бәрі мән іздеушіні өзі іздеп табады. Оның дәлелі Қаныш Сәтпаев. Ол Томскіде геология институтында 4 жыл оқып, бакалавр дипломын ғана алған.
Оның арманы ғалым атанып, атақ шығару болмаған. Есіл дерті Қазақстанның жер асты байлығын іздеп тауып, өз жұртын сауатты һәм бақуатты өмір деңгейіне жеткізу болған. Қарсақбайға барған алғашқы жылдарының дені барлаумен өткен. Атқа мініп айналаның бәрін жолбасшымен шолып жүрген. Сол кезде мәлім болған ақпараттың бәрін ғылыми мақала етіп, ғылыми журналдарға жариялай береді. Сөйтіп жүріп Жезқазғандағы мыс бассейні мен марганецтің мол қорын тауып, Қазақстанның ғана емес, СССР-дің де экономикалық қуатын арттырады. Оның жанкешті еңбегімен өндірген ғылымына қарап, Мәскеу мен Ленинградта отырған академиктер Қаныш Сәтбаевқа ғылыми атақты тергемей тексермей, ешқандай емтихан алмастан бере салған. Өз кезегінде Қаныш Сәтбаев та қарап қалмаған. Академия президенті болып отырған кезде, қол астындағы нағыз ғалымдардың бәріне ғылыми атақты өзі үлестірген. Себебі ол ғалымдардың арманы атақ шығару болмаған. Олардың бәрі қараңғы халықты ғылыммен ағартып, қазақ жұртын өркениетті елдердің қатарына қосу болған. 1953 жылы екінші қудалау кезеңі басталғанда, Қаныш академиядан қуылып, Мәскеуді барып паналайды. Сол кезде Мәскеудегі басшылар оған қызмет істеймін десең, мынадай қызмет түрлері бар деп ірі институттардың басшылығын ұсынады. Және Мәскеуден пәтерді таңдап ал дейді. Қаныш бұл ұсынысты қабыл алмайды. Одан гөрі Қазақстанда қарапайым барлаушы болғаным жақсы деп қайтып келеді. Қазіргі прагматик жастардың көзқарасында Қаныш Сәтбаев ел үшін деген иллюзияға беріліп, керексіз қиындыққа шатылған қарабайыр ұлтшыл сияқты көрінеді. Бірақ сау ақылмен ойласаңыз, Қаныштың сол кездегі ұлтшылдығы мен жанкешті еңбегінің шарапатынан Қазақстанның қазіргі экономикасы әліге дейін жұмыс істеп тұр. Егер Қаныш болмағанда, Жезқазған өңіріне күрделі инфраструктура сол күйі бармаған болар еді. Академия азған соң оларға байланып тұрған университеттер, институттар тағы басқа оқу орындары кері кетті. Одан кейінгі сатыда тұрған ғылым докторларда сыбайлас жемқорлықпен ғылыми атақ ала бастады. Бұдан соң олардың ізін басып келе жатқан магистрлер мен бакалаврлар қараусыз қалып бетімен кетеді. Қазақтың қараңғы жылдары. Ғылым ордаларының былыққа батуы бұқара халықтың арасында былай көрініс береді. Экзистенциялық анализ бойынша адам табиғаты бұл дүниенің шегіне сыймайтын ғайыптағы бір мәнді іздеп тұрады. Классикалық түсінік бойынша бұл ізденісті сәтімен жүзеге асыратын институт дін институты. Өкінішке қарай, діни институттар саяси режимнің ықпалына түскен соң өзінің міндетін дұрыс атқара алмайды. Оны алмастыруға қабілетті ғылыми институттар болатын. Олар да тоқыраған соң әр пенде өз білгені бойынша ізденіп кетті. Әсіресе жасы 40-тан асып, орта жастағы рухани күйзелісті бастан кешіп жатқан буын экзистенциялық фрустрацияға төзе алмайды. Қуыс кеуде дерті шыбын жанын шырқыратып қысқанда, жанын қоярға жер таппай, не болса соған сене беруге дайын тұрады. Қоғамда эзотериялық ілімге деген сұраныс шырқау шегіне жетеді. Осы кезде ауадан ақша жасайтын алаяқтар адам миына сыймайтын неше түрлі сорақы ұсынысты алдыңа тоса қояды. Яғни нарық заңы бойынша сұраныс болса, ұсыныс та табылады. Енді алаяқтардың мән табуға септесетін ілімдерінің түрін қараңыз. Олар 2015-2016 жылдардан бастап жұрттың санасын жаппай шатастыра бастады. Мысалы, шакра ашу, жасыл нәски киіп табысқа кенелу, қызыл жіп сатып алып жолын ашу, әмиян сатып алып байлыққа бату, аффирмация жасап түп санаңды тазалау, тікелей эфирде отырып бата сату, қажылықта тұрып саған тілек айту, Каспи арқылы ақша аударып жұмақтан орын алу, сауапқа кенелтетін тәспі мен жайнамаздардың да түр-түрі сатылды. Бала кездегі психикалық жарақаттан жолың болмай қалды. Ата-бабаң қарғысқа ұшырап, оның кармасы сенің өміріңе әсер етеді. Одан құтылудың мынадай жолы бар деп түрлі әдістерді коммерцияға айналдырды.
жол ашатын, байлық келтіретін, үйде ұрыс болдырмайтын дұға мен сүрелерде сатылып жатты. Әулие аралап, әруақпен сөйлестіретін тур бизнестері де пайда болды. Белгілі сомасын төлесең Кенесары, Шәкәрім, Яссауи, Әлихан сияқты танымал тұлғалардың рухымен тілдестіріп береді. Немесе өткен өміріңде кім болғаныңды айтып береді-міс. Яғни реинкарнация деген коммерциялық жаңа бір жоба нарыққа кірді. Осы оқиғалар қараңғы түнекке толықтай батқан орта ғасырдағы Еуропаны еске салады. Сол кезде де шіркеудегі діндарлар қараңғы халыққа оны арнайы мөр басылған құжаттар мен жұмақтан орын сатып, шылқып байыған. Бұл тарихта индульгенция деген атпен әйгілі. Егер осындай надандық тоқтау көрмей қарқын алып кете берсе, қазақ қоғамы әлемдегі ең қараңғы, ең надан қоғамның қатарына ілігеді. Оны мынадай көрсеткіштерге қарап та байқауға болады. Әлемдегі сапалы білім берудің 2020 жылғы статистикасы бойынша Қазақстан 93 елдің ішінде 62-ші орынға құлаған. Көршілес Өзбекстан мен Қырғызстаннан да артта қалған. Әйтпесе қазақ ғалымдары 60-шы жылдары ғылымды зерттеу мен айналымға енгізу бойынша СССР елдері ішіндегі 2-ші орында тұрған еді. 1980 жылы 1000 адамға шаққанда Қазақстандағы студенттер саны басым болып, СССРде 1-ші орынға шыққан. Надандықтың ауа жайылып кетуіне мүмкіндік бермей, үнемі оны жөргегінде жаншып тастап отыратын орта ғылыми институттар. Сондықтан бұқара халықтың жаппай надандыққа ұрынып, қуыскеуде дертіне шалдығуына ғалымдар тікелей жауапты. Осындай заңдылықты білген дамыған елдер жалпы ішкі өнімнің 4-5% академиялық ғылымға салады. Мұндай мол көлемдегі ақша ғалымдардың тәуелсіз мақамда армансыз ғылым өндіруіне жол ашады. Сондықтан да ғылым саласына жалпы ішкі өнімнен мол үлес беретін елдердің халқы әман да сауатты болады. Ал Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің 0,1% ғана ғылым өндіруге бөлінеді екен. Осының себебінен болар тәуелсіздік алған жылдардан бастап Қазақстандағы ғалымдар саны 2 есеге азайған. 1991 жылы 40,8 ғалым болса, енді 22,6 мың ғалым қалған. Қазақ қоғамының барлық тараптан шамадан тыс наданданып кетуі үкіметтің де үрейін ұшырса керек. 2023 жылдың наурыз айында президент Тоқаев 2001 жылы таратылған ғылым академиясын қайта құру ісін қолына алды. Жалған академиктердің көбейіп кеткені Тоқаевтың да күдігін күшейткен. Президенттің айтуынша, ол академиктердің ғылымға 3 қайнаса да сорпасы қосылмайды. Олар керісінше қаныш қырған академияның абыройына шіркеу болып жабысқан. Енді жалған академиктерден ғылымды тазалап, нағыз ғұламалардың жалақысын жоғарылату ісін қолға алды. Бұдан былай ғылым академиясы президентке тікелей қатысты болды. Қазіргі президенттің бұл уәдесі қаншалықты жүзеге асатынын уақыт көрсетеді. Жүзеге асса, қазақ халқы сауатты жұрттың санатына қайтадан ілігеді. Немесе тағы да кері кетеді. Мемлекеттің төбесінде отырған ғылым академиясы шөккен соң, төмендегі мектеп саласы да балшыққа батады. Мынадай фактілерге назар аударыңыз. Әр қазаққа ыстық көрінетін әліппе оқулығы 2015 жыл мектептен аластатылды. Оның орнын сауат ашу оқулығы басты. Бірақ бұл екі оқулықтың өзіндік тарихы бар. Әліппе атауын Қоңырқожа Қожықов қойған еді. Осы мазмұндас тағы бір еңбекті Ахмет Байтұрсынұлы оқу құралы деп атады. Бұлар 6 жасар баланың әріп танып, ғылым жолына түсуіне қажетті бірінші қадам саналатын. Ал сауат ашудың тағдыры былай болған. Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсірепов 1934 жылы колхоздағы әріп танымайтын малшы, сауыншы, қойшы, егінші, аспаздарды қара танитын деңгейге көтеру үшін жасаған. Оқулықтың атын сауат ашу немесе сауатсыздар әліппесі деп атаған.
Кейін халық жаппай сауаттанған соң бұл оқулықтың қажеті болған жоқ. Министрлердің мазағы ма, әлде тағдырдың тәлкегі ма, осы сауат ашу оқулығы 2015 жылы әліппені алмастырып, қазақ қоғамына қайта оралды. Ұстаздар қауымы 2021 жылы ғана әліппені қайтарып алды. Осындай мағынасыз ауыз түйістің бәрі халықты надандастырып, өмірдің мәнін күңгірт жағдайға түсірді. 2022 жылға дейін Қазақстанда мектеп оқушылары 1 сыныптан бастап 3 тілде қатар оқуға мәжбүр болған. Бала психологиясын зерттейтін ғалымдар мұндай әдістің бұрыстығын айтып қанша рет дабыл қақса да, бірде-бір шенеунік оған құлақ асқан жоқ. Негізгі себеп, ондай тақырыпты профессионал деңгейде түсініп, сараптама жасауға қабілетті мамандар қалмаған. Есі дұрыс елдің бәрінде мемлекеттік тілді ана тілі деңгейінде үйретеді. Қосымша тілдер бала есейгенде жасына қарай жалғанып отырады. Орыс тілі мен шет тілін туа бітті үйретемін деген кей ата-аналар 6 жасар баласын ағылшын тілі үйірмесіне береді. Дүниені ана тілінде қабылдап үйренбеген балаға шет тіліндегі ұғымдарды миына сүйғызу ауыр азап саналады. Осындай азаптан мезі болған баланың білімге деген ынтасы жанбай жатып сөнеді. Әдетте көкірегі ұлттық нақыштағы рухани, мәдени құндылыққа толған балалар шет тілін 14-15 жасынан бастап меңгеруге тиіс. Біріншіден, шет тілін қызығып үйренеді. Әрі тез меңгереді. Білімге деген ынтасы артпаса кемімейді. Саяси тоқырауға ұшыраған үкіметтің осы есалаң реформасы оқушыдан бөлек мұғалімдер қауымына да оңалтпастай соққы берді. Мектептегі барлық пән мұғалімдері бүкіл сабақты ағылшын тілінде беруге мәжбүр болды. Әдетте шет тілінде еркін сөйлеп дәріс беретін деңгейге сол саладағы тереңдетіп оқытатын профессионал мамандар ғана қабілетті болады. Ал өмір бақи ана тілінде сөйлеп келе жатқан мұғалімдердің айналдырған 3 ай каникулда 2 апталық курстар арқылы ағылшын тілінде сайратып қоямыз дегені сау ақылға қонбайтын реформа. Бұл есалаң реформатор Қазақстанды 2-ші Англияға айналдырып жіберуге сәл-ақ қалды. Егер Құран аятының шындығына жүгінсек, жаратушы хақ адамдарды әдейі әртүрлі халық етіп, алуан тілде сөйлесін деп жаратқан. Себебі жаратушы Алла біртектілікті емес, алуандықты ұнатады. Олай болса, Құдай жаратқан қазақ халқының болмыстық табиғатын, ана тілін, мәдениетін қолдан қиратып, қасақана ағылшынға айналдыру деген күнә мен қылмыстың атасы саналады. Қазақы түсінікке салсаң, бұл реформаторларды әруақ атты деуге болады. Осыған дейін бүкіл өмірін қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, қазақ руханиятының өз қалпында өсуін, өркендеу жолында өмірлерін сарп қылған әулие ишандар мен алаш арыстарының арманын аяққа таптады. Күйреу схемасы өте қарапайым. Билік бір ғана адамның қолына шоғырланып, жекеменшікке өтіп кеткесін, мемлекеттің қойны қонышын жемқорлық жайлайды. Жемқорлық ғылым мен білім саласына ұрған кезде келтірген зарары шамадан тыс орасан болады. Мына фактіге назар аударыңыз. Министрлер мектеп кітапханасы деген объектіні мүлде ұмытып қалған. Соңғы 33 жылда тәуелсіз Қазақстан билігі бірде-бір мектептің кітапхана қорын жаңартпаған. Бұл проблема биыл ғана министрлікте ақырын айтыла бастады. Яғни бұл мектеп СССР кезіндегі колхоздастыруды уағыздаған советтік идеологиямен суғарылған кітаптармен қоректеніп келді деген сөз.